конкурсы осы жерде жаңа айтып кеткендей міне жылда өтіп жатыр. Бүгін де осы мықты ұстаздарды жинап отырмыз. Дене шынықтыру пәні өте бір балалар үшін жақсы көретін, өте бір ерекше сабақ деп айтсам да болады. Дене шынықтыру ұстазынан көп нәрсе, балалар көп нәрсе үйрене алады. Мен өзім педагогикалық жолымды дене шынықтыру пәнінің мұғалімінен бастадым. 5-ші класста бір мықты дене шынықтыру пәнінің мұғалімі ауылға келіп, сол кісіге еліктеп, ақыры міне осы жолға түстім. Сондықтан да мұғалім қандай мықты болса, балалар осы мұғалімдерге еліктейтін болады. Біздің президентіміз бұқаралық спортты дамыту керек. Жастар спортпен көп шұғылдану керек. Біздің болашақ жастарымызды спортқа баулу керек деп өзінің жолдамаларында айтып отырады. Ол міне осы біздің халықтың алдына қойған мақсаты және сіздерге қойылған тапсырма деп білемін.